әлі де өміршек. Адам болу бір күндік іс емес. Ол ақыл мен тәрбиенің, білім мен парасаттың жемісі. Сонда мен қандай болуым керек? Кімді тыңдауым керек? Қай жолмен жүруім керек? Жауап Абайда. Келіңіздер, бірге тыңдайық. Бүгін біз Абай атамыздың 17-ші қара сөзін сахна арқылы сөйлетеміз. Қайрат, ақыл, жем, үшеу сөз таласып ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмілетке жетпейтұғын. Өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге ер бойды таза сақтайтұғын. Күнәкерліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойда қайта жығызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Ақыл айтыпты. Не дүниеде, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екенсің. Залалдан қаша алмайды екенсің. Ғылымды ұғып үйрене алмайды екенсің. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз екеуі неге жарайды? Сонан соң жүрек айтыпты. Мен адам денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Қарны тоқ, жылы үйде, жылы төсекте жатқан адамға, қарны аш, кедей, үйсіз жүрген адамға жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, жүрегін дөңбекшітетұғын мен. Бірақ мені адам таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала аламаймын. Кішіге ізет көрсетіп, үлкенге құрмет көрсетіп, жаманнан жиреніп, жақсыдан үйреніп, тулап тұратұғын мен. Осы екеуі маған қалай таласады? Бұл екеуі менсіз көрген күндері не?